Сәлем, бәріңізге қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Мына шарлар естеріңізде болса, Мұстафаның 1 жасын алғанбыз. Соның желі шығып, ешкім үрлемей, байқұстар деген жарамсыз болып тұрады. Сонымен қазір трубочканы тығып, сок ішетін. Сонымен үрлеп, телевизордың жанына қойып қойдым. Кішкене төгіріп қалды байқұстың. Мұстафа ойнайды арасында бұныменші. Тастай салғаннан да әйтеуір. Бұл да бір жарамды зат болды. Распаковка чек сіздерге. Амінеке. Нандай Мұстафаға күшті ходунок алдық. Нандай болады мінеке итеретін. Потом осылай отыратын машинка жасасақ болады. Немесе нандай отыратын стол жасасақ болады. Немесе нандай жасасақ. В общем, 4 в одном. Я 4 в одном екен. Андай 7000 теңгелік арзаны болды да, оны алмадым. Алғанын кейін жақсысын алайыншы деп. Аружан давай шығарып бере ғой. Нау тек өзі келіп алған ғой. Молодец, мынандай көресің ба? Өз затын біліп тұр. Мынандай. Мамам мынандай болып еді ғой. Иә, баяғыда Фатимада болды. Бұны кеше Фатима айтады. Мама, сен неге Мұстафаға мынандай алып бермей жатсың? Мен осындаймен жүріп едім ғой. Мұстафаның жүрмей жүргені содан деді ғой. Сосын ой, сразу заказ берейінші онда деп заказ бердім. Қазір ашып алайық, сосын көрістім. Вот ішінен қаншама деталь шықты. Мынандай, вау, ойнайды мына. Мынандай Мұстафаға. Вау, Мұстафа. Колесаларын анаған саласындар. Міне мынау рулі артында. Өзгіттің аяғын қара, аяғын. Мен неге қып қосын? Көтесің? Сол екеуі құрастырып жатыр енді. Стик, твой БМВ пришел. Айва, БМВ дейді. Давай, жүр енді балам. Тай. Жені. БМВ-ң құтты болсын ал. Вау. Өзі бұрып алып кетіп баратыр ғой. Күшті. Налар бірінші ойнап көрді оны. Давай. Иә, ана жақтан алып кеш, или ары қарай бұра сал, наоборот, мына жерге қарайшы. Кел ал. Давай ал. Газуй. Вау. Ай. Молодец. Ой. Құтырып кетеді ғой, құтырып. Пока. Бешбармақтан қалған еттер, сосын кішкене мынандай бұл жолы қырғызский бешбармақ болды. Қырғыздар өстіп жасайды деп естігенмін. Мен подписчиктерім ішінде бар ғой қырғыздар. Жазыңыздаршы, сіздерде бешбармақтың қамырын осындай қылып жасай ма? Біздің үйдегілер осыны жақсы көреді, чем анандай болғанда мынаны созып жеп отырғанын айт. Енді бір 2-3 айда бір осындай бешбармақ жасап тұрамыз біз. Ыдыстардың бәрін қазір бізде кім жинайды деп ойлайсыздар? Мына жерде жатқан нағыз жинайды. Аружан, все, жинай берсең болады. Қызым келді, енді қайтып кетіп барады, сабағына баратыр. Сабағына барасап келін 4-те келеді сабақтан. Сағын қаптан ісін. Пока. Айша, бүгін сенімен интервью болады менің каналымда. Бәрі күтіп жүр. Уже 1 ай болды мен айтып қойғаныма да. Ылғи келгенде үлгер алмай кетеміз ғой. Осы жолы түсірек шықырсын интервьюді. Ұят болып кетті. Қой балам түсе. Давай тез барып кел қызым. Тауыққа заказ бердік. Айша келе сап. Тауық жегішпіз ғой біз. Айша келмеді. Айша қазір бет қолын жүк келеді. Ал енді согымыз ғой. Айша бізге подаркке, прикиньте, маған киткат, Аружанға джумка келді. Пати сағанда ма? Патиға да киткат әкелді ғой. Сол, ал ас болсын. Ал өздеріңіз көргендей, Дәділ Айша бүгін интервью беруге менің арнама келіп тұр. Бүткіл балаларынан алдым интервью, білесіздер, Мұхамеджаннан алынбады, Айшадан алынбады. Бүгін Айшадан алатын боламыз.
Айша туралы біраз нәрсе біліп қаласыздар деген ойдамын. Балаларымның бәріне қандай сұрақ қойдым, дәл сол сұрақтарды қоямын. Просто Айшаның ойын білу үшін де. Өте оңай, бір шеті тану үшін. Кеттік ал Айша. Немен айналысқанды жақсы көресің? Не нәрсемен? Хоббиің дейміз ба? Не дейміз? Видео түсіру. Видео түсіргенді жақсы көресің. Тағы. Видео түсіру, далаға шығу, боталармен қыдыру. В общем, қыдыру. Қыдыру, видео түсіру, Құран оқу енді. Қазір Құран оқу болып жатыр ғой, бүткіл өмірі Құран оқумен өтіп жатқандықтан. Бірінші очередь негізі Құран оқу. Құран оқу, да? Сосын видео түсіру, қыдыру. В общем, тамақ жеу. Ой, кетші бар еу, хоббиге жатпайды. Енді өзіңнің бойыңнан психологический сұрақтар. ұнайтын үш қасиетің. Қандай сенің үш қасиетің өзіңе ұнайды? Мысалға, сен сөзіңде тұрасың деген сияқты ғой. Өзіңе білінетін үш қасиетің. Айшаның жауапкершілігі өте жоғары. Бір нәрсені айттың ба, соны прям до конца жауапкершілікпен, даже одан да жоғары деңгейде істеп береді ғой. Айтқан нәрсеңді. Бұл бірінші қасиеті. Жауапкершілік. Сосын мен өз сөзімде тұра аламын. Не айтса, соны орындайды. Сөзінде тұрады, в общем. Екеу, дұрыс. Үшінші жақсы қасиетің. Именно қасиет па? Иә, өзіңнің качество дейміз ғой. Мен басқа адамдар жайлы, басқа адамдарды көбірек ойлаймын. Өзінен көбірек басқа біреуді ойлайды. Мысалы, мен ойлап тұрады, үйдегілерді ойлап тұрады. Бұны жақсы қасиет деп айтуға бола ма? Мен үшін ол жақсы қасиет. Бірінші орында өзің тұру керексің ғой. Мысалға да. Жоқ, мен өзімнен выше деп тұрған жоқпын. Просто басқаларды, көпшілсің. В общем, көпшіл ғой. Мысалы, үйге келсе Айша, обязательно бізге подарок келеді. Даже жоқ дегенде шоколад алып келеді. Әрқайсымызға шоколад, әрқайсымызға сок, хотя өзі оқып жатыр да. Жан-жағын қуантып жүреді. Дұрыс. Осы үш қасиет. Мен де келісем. Енді осыған напротив, өзіңе ұнамайтын бойыңдағы үш қасиет. Мен көп ұйықтаймын, көп тамақ жеймін. Кетші Айша, көп ұйықтаймын? Көп ұйықтаймын, это реально көп ұйықтаймын. Қанша сағат ұйықтайсың көп ұйықтағанда? Бәрінен көп ұйықтаймын. Например, неше сағат? Неше сағат екен білмеймін, санамаймын. Мысалы, нешеде жатасың? 10-нан аса. 10-нан аса жатады, нешеде тұрасың? 4-те. Енді біз үшін нормально ғой. Саған Айша, сонда 6 сағат ұйықтайсың, е? Негізі біз 3-те тұруымыз керек. В общем, 6 сағатты көп деп тұр ғой, біз 8 сағат ұйықтаймыз. Біздікі не болды сонда? Фатиманың аузы ашылып отыр ғой мына жерде. Онда жатып, таңертең 4-те тұрады екен. Это нормально. Сонда өзін ұйқыбасы санап тұр. Бұл бір... Жоқ, мен реально любой жерде бірақ ұйықтай салам. Ол тек қана оқуда емес. Любой жерде шаршаса, любой жерде жата қалады да, қисаяға ұйықтай береді. Мен деген даже мектепте оқыған кезде тоже мектептен келе салып сразу ұйықтай қалатым. Еще мен ұйықтасам, сосын кіріп кетсем да, мен тұра алмай қаламын. Оятамайсың. Мен өзім байқамай қаламын, бірақ мен оятып жатырмын, вообще байқамаймын. Қанша жұлқылап, сілкілеп, бүткіл оятамайды ғой бұнышы өзі тұрмайынша. Даже Мұстафа. Ал енді екінші. Негізі білмеймін, бар өзім байқамайды. Өзім жаман қасиетім жоқ деп қойсаң. Мен өте жақсы да. Эгоистігің бар емес па? Жоқ. Мен ойымша жоқ. Бірақ білмеймін, сіздерге байқалама. Байқалама? Менің ойымша бар. Енді мен сенің ойыңды сұрап жатырмын ғой. Онда енді қашан? Жалпы енді затта, оны эгоист деуге бола ма, болмай ма білмеймін, өзінің затын біреуге бермейді. Это если это эгоизм, что ли? Тогда да. Ұстатқызбайды өзінің затын, бермейді. Это было раньше. Қазір ондай емес па? Қазір кешірсің. Конечно, всегда такое. Енді, білмеймін, мен мектепте оқыған кезде мен реально өзім вообще ручкам болсын, пеналым болсын, вообще ешкімге бергім келмейтін. Бірақ почему-то ол үйдегілермен ғана ғой.
мен типа Аружандармен ол кезде білмеймін енді Аружандармен ол мектепте иә, қазір бірақ ондай емес. қазір ондай емес, қазір мен наоборот бере беремін. Иә. Қандай ғой? Қандай жаман қасиетің бар? Менің де неме келмей тұр. Енді бізге анда-санда келетін болғаннан кейін ба? Мен, короче, көп ақша құртамын сол жаман. Ақшаны тамаққа құртады ғой. Көп тамақ жейді. Айтып тұрмын ғой сол тамақ жеймін. Білмеймін, тамақ жегенде қандай тамақ жейсің өзі? Мен білмеймін, өзім де түсінбеймін ақша қайда кететінін. Просто магазинге кірсем, уже нолдар көбейе береді. 10 мыңға бірдеңке алып шығады, в общем, сондай Өзім ғой. түсінбей қаламын вообще. Аптасына 10 мың теңге құртады, біз бұған аптасына 10 мың саламыз, иә, кейде 20 мың, иә. Жоқ, бірақ сен типа өзім андай деген алып қоям да, сосын жеймін, сосын деген андай көзім тоймайды да, почему-то. Сосын басқалықта бір нәрсе көрсем, соны аламын да, өзім түсінбей аламын неге. Баласың ғой енді, Айша, дұрыс қой, это нормально Ну, балаға. это же не на тамақ, блин. Көрсе қызарлық па? Жоқ, ой, бұда жоқ. вообще жоқ көрсе қызарлық. Біреудікін алып, мен де мынандай алам деген нәрсе бұда вообще жоқ, ол көрсе қызарлық енді. Тамаққа көрсе қызарлық бола ма? Жоқ, затқа. В общем, ақшаны үнемдеп жұмсай алмайды. Екінші жаман қасиеті. Біріншісі не болды? Ұйықтаймын. Ұйықтайды, маубас, сосын ақша көп жұмсайды. Еріншектік сосын. Қош, қандай еріншекті. Мен негізі просто көрсетпеймін, бірақ на самом деле қатты. Ішіңнен ерініп тұрасың ба? Иә. В общем, үш жалқаулығы, маубас, ақша құртқыш и жалқаулық. Осы үш нәрседен қаш деген Абай атаң. Ақша құртуды айтпаған енді. Келесі. Енді өзің жақсы көретін мамандығың қандай? Ұстаз боламын, наверное. Ұстаз боласың, иә, скоро. Құдай Ну, қаласа. енді типа үйрету, басқаларға бір нәрсе новый үйрету. Маған да, например, енді ұстаздар, апайлар үйретеді ғой, просто сол кезде мен соған қызығамын. В общем, апай болу. Бір андай садиктен бері апай болуды армандап жүретінмін, ойлап едім. Әлі апай болу. Құрсын, өзгермейді екен ғой енді. Сол бір мамандық па? Басқа да қосымша мамандықтар жоқ па? Апай болудан басқа? Ұстаз болу, апай болу, біреу да? Енді біздің отбасымызға байланысты сұрақтар. Біздің отбасымыздағы ең жақын адам кім саған? Осы біз жетеуміз ғой, сол жетеуміздің ішінде ең жақыны кім? Мен ба? Неге? Білмеймін енді. Фатима, не обижайся. Енді просто деген, маған әрқайсысы бөлек жақында. Фатима, например, маған вообще бөлек орны. Папамдікі бөлек, Аружандікі бөлек, Мұхамеджандікі бөлек, Мұстафанікі бөлек вообще. И мамамдікі тоже бөлек қой. Бірақ деген ең жақыннан деген всегда, например, WhatsApp-пен сондай сөйлескен кезде, енді мамам енді достар енді мамам жақын болады ғой. Саған, например, мамаң жақын ба, мен жақын ба? Енді Фатима қайтып отыр. жоқ, ну білмеймін енді, бұл бүкілінде сондай шығар, мамасы жақын. Так что... А еще кто? Одан кейін менен кейін кім жақын? Ана өзің күтіп тұр ғой, айта салшы соны. Потом папа. Потом Аружан. Потом Мұхамеджан, потом ты. По порядку айтып Ну жатыр. это по порядку ғой реально. Жоқ, шын өмірде де Шын сондай өмірде ма? де сондай реально. Ну ты же Предпоследний? родилась после Мұхамеджана, как я могу? Нет, потом, после меня Мустафа. Да, ну да, ты не последняя, не переживай. Мұстафа последний. Не переживайте. Наоборот, Мұстафаны сағынбайсың ба не? Жоқ, сағынамын ғой енді, бірақ прям близкий деп тұрсыз ғой сол үшін. Иә. Просто по порядку ғой. В общем, біздің отбасымыздағы ең жақын адам менен кейін папасы екен. Екі адам. Енді мынандай қиын сұрақ. Ойбай. Басқа отбасында тұру мүмкіндігі берілсе, онда кімнің отбасында тұрар едің? Мысалға, осы адамның отбасында деген сияқты. Сол үйде тұрсам ғой деген сияқты. Мысалы, Аружан өзінің подружкасын айтты. Неге деген кезде ол жалғыз қыз екен. Сөйтіп, оларда бәрі тыныш, сондай спокойно. Сол үшін дейді да. Значит, Аружанға андай біздің ха-ха, давай Негізі Аружан болсын бәрі. Соның бәрін істейтін негізі Аружан. Сондай ұнамайды екен. Ал енді сағаншы? Маған барлығы устраивает. Мен негізі өмірімде ойлап көрмеппін басқа отбасыда болу деген. Қазір ойлап көрші, мысалға. Мен миыма қонбайды ол вообще андай. Мысалы, боталардың үйінде туылар ма едің? Мысалы, сол үйде тұрғым келеді, сол үйдің қызы болғым келеді деген сияқты.
мысалға немесе класстасың мысалға анау деген сияқты шы. Негізі боталардікінде тұрғын келеді ғой, бірақ деген просто оларда да бесеу, бізде де бесеу, да как бы разница жоқ. Деген боталар разница жоқ та шы. Білмеймін, мен деген если боталар менің андай Аружандар сияқты Аружан сияқты әпкелерім болса, ну типа прям туған әпкелерім болса, онда жаман болатын еді. Потому что боталармен біз аптасына андай сағынышпен кездесеміз ғой. А бүйтіп бір-бірімізді күнде көрсек біз ұрысып кететін сияқтымыз кішкентай. Сол үшін бүйтіп көрсерген лучше сияқты. Негізі мен реально ойлап көрмедім, даже ойласам да. Енді ойланып көресің онда бүгіннен бастап деп қояйын. Вообще ондай типа. В общем, өзіңнің отбасың өзіңе ұнайды, иә? Твое. Өзгерткім келмейді. 10 жылдан кейін сен қаншаға келесің? 25-ге келесің, 26-ға келесің, иә? Ну, в общем, 22 жас, 22 жастан асқан кезде Айша қандай болады деп ойлайсың? Осыдан 10 жылдан кейінгі Айша қандай Айша болады? 10 жылдан кейін? Иә, қазір сен 16-тасың, 26 демей ақ қояйын, 23 дейікші жарайды. Мен ол кезде үйленіп атам ба, не? Білмеймін, ол кезде үйленбеуің де мүмкін, үйленіп алуың да мүмкін. Ойбай, универді нешеде бітіреді, универді? 22-де. Ну ладно, 22 жас дейікші. 22 жаста просто ештеңке бітіре алмайсың ғой, өзің универді бітіресің жаңадан. 23 жас, может, шетелге шығып жүрген сияқты елестетесің ба, жоқ әлі басқаша ма? Мен практикада жүрген елестетсем почему-то. Универде ма? Ну типа универді бітіремін ғой, потом деген 4 курс барлығы 22 жылдан бар. Бітіргеннен кейін типа енді практика болады ғой. 21-де бітіріп қоюың да мүмкін сен даже. Жалпы 22 жасыңда қандай Айшаны елестетесің көз алдыңда? Қазір әлі баласың. Ол кезде кәдімгі үлкен кәдімгідей блогер боласың, да? Ну, мен ойымша мен бәрі видео түсіріп жүрмін. Сәлем достар, бүгін мен машинамен шықтым. Во, дұрыс елестетіп жатсың, аха. Машинамен кетіп баратсың, машинаң бар, иә. Бургер Кингке бүйтіп тоқтаймын. Бір чизбургер кома деймін да, сосын короче жегіп. Ой, боже, Айша. Балалық ой ғой әлі, құдай. Әлі бургерге тоймайды. Дегеніңе неше жыл болды, айтшы. Жеп келатқаныңа бургерді. Аптасына бір рет жейді ол, обязательно. Ну, иногда нет. Қазір енді сабаққа барғалы, неде оқып атқалы, жемей жүрген шығар, бірақ оға дейін аптасына бір рет жейді. Мысалға, жеп жүргеніне бірнеше жыл болды. Ну, тоймаймын солай. В общем, машина айдап жүресің, өзіңнің машинаң болады, 22-23 жасыңда. Қалаған жеріңе кіріп тамағыңды жейсің, походу. Бургеріңді жейсің, сосын. Ну, сосын, наверное. Қандай жұмыс істеп жүресің? Ұстаз болайын. Ұстаз, апай болып, мешіттерге кіріп жүрсің бе? Мешітке емес, типа андай индивидуально береді ғой сабаққа. Кабинет. Ну, походу кабинет. Ну, короче, типа бірнеше адаммен ғана, да? Бірнеше адаммен. Ну, бірнеше емес енді, просто там 3-4-5-6. В общем, өзінің кабинеті болады, өзінің машинасы болады, иншалла. Қалағанын істеп, сөйтіп жүрейін деп тұр ғой. Дұрыс елестеттің, в общем. Сіздерге подарка алып, сөйтіп. Подарка кеп тастап. Фатимаға киндер вот так вот кинуп, Фатима саған подарок деп үлкен киндерді осылай жүресің. Әмин. Бетіне қарап отыр Фатима деген. Жаңа бір сұрақты ұмытып кеттім мен, кстати. Біздің үйде ең жақын адам кім дедім ғой, иә? Соның напротив сұрағы. Мұстафа. Мен Аружан құсадым ғой. Неге? Аружан Мұстафа деді ғой. Мен бермейді маған дейді. Енді реально ғой, типа, мен жаңа айттым ғой, ең қатты жақыны сіз болсаңыз, сосын папам, сосын Аружан, сосын маған, сосын Фатима, сосын Мұстафа. Мұстафа не үшін жақсы көрмейсің? Мен жақсы көрмеймін жатқан жоқпын ғой. Мен енді кімді жақсы көрмейсің деген сұрақ қой. Мама, отбасыңнан кімді жақсы көрмейсің деген сұрақ бола ма? Болды ғой, вот именно Аружанда. Мұстафа деді ғой. Кімді ұнатпайсың? Мысалы, Аружан, мен ойладым Мұхамеджанды айтады деп. Жоқ, Мұстафаны айтты. Мен бір жыл бұрын Аружан дейтін едім, бірақ қазір айтамын. Қазір Аружан саған жақында, получается. Ондай сұрақ болмайды ғой, неме ойлайсың? Болады ғой, нормальный сұрақ. Менің жек көретін отбасыдағы мүше адамы, иә? Жоқ, жарайды, жек көресің демей ақ қояйыншы. Мысалы, бауырларыңның ішіндегі сені бесит ететін кім? Қатты бесит ететін.
аржан дейді анау. Аржан сен қазір шашын жұлып кетейін деп тұр ғой. Реально, если честно, Мұхаммед, ой, Мұстафа. Потому что ренжімейді ол да қойса, басқалар ренжіп қалады. Он не понимает. Иә. Не үшін десе? Ну, негізі мен Мұстафаны сағынамын, конечно, типа, сабақта отырған кезде мына жүріп кетті ма деп ойлап отырасың ғой. Бірақ сен Қойшы жек көретін ешкім жоқ дей салайықшы онда, иә? бір андай бір қидат жеңдізі. Біреу жек көргізіп жатыр ғой десе, інімді деп. Сол, в общем, сұрақтар ұнады ма? Бір түрлі сұрақтар болды, иә? Өте күшті сұрақтар болды, ойландыратын. Мен әрине ойламаппын, 10 жылдан кейін не істейтінімді. Вот зато ойландым. Отбасынан басқа отбасыға барсам не болатыны, соның бәрін ойламаппын, реально. Типа логический сұрақтар, иә. Енді сіздер де сөйтіп көз алдыларыңызға елестетіп көріңіздер. Осыдан кейін, мысалы 12 жаста болсаңыз, 22 жасымда мен қандаймын деп елестетіп көріңіз өзіңіз. Қандай боламын? Не істеп жүремін мен 22 жасымда? Мысалы осыдан кейін 10 жылдан кейін мен 50-ге келемін. 50 жасымда мен влог түсіріп жүремін деген сияқты ғой. Ана Айшаның үйіне баратырмын, Аружанның үйіне баратырмын, Фатиманың деп влог түсіріп жүрсең, иә. Мен білмеймін ғой енді мен де о жағын. Бірақ армандайтыным мысалға Айшаның үйіне қонақ болып барып, қызыммен бірге жаңағы магазин аралап, қызым салонға барса деп отыр деймін. Спаға барсақ, мысалға да армандаймын да сондай нәрселер. Қыздарымның маған подарок жасағанын армандаймын, қыздармен серуендегенді армандаймын. Сол ғой, сондай да сөйтіп өздеріңізді елестетіп көріңіздер 10 жылдан кейін қандай болатындарыңызды. В общем, ұнады ма интервью? Сұрағым азақ болып қалды, негізі ұзақ қылып сұрақ дайындау керек еді. Всего лишь 20 минут отырмыз осы. Иә, всего лишь. Азақ болып қалды сұрақтар. Сол, саған ұнады ғой? Иә. Қой. Рахмет. Ал енді мен ары қарай жұмысымды жалғастырайын. Жатырмыз. Әй, не істеп тұрсың? Мұстафа, ақырын жүретінді шығарып жүр. Мынаны алып едік қой. Бағана сіздерге распаковка көрсеттім ғой. Осы жақсы болды, осымен ақырын 3-4 шаг жасап жүр. Тай болып жүр өзі, иә? Құдай бұйыртса жүріп кетеміз ау, иншалла. Дұға етіп қойыңыздаршы, Мұстафа жүріп кетсе екен деп. 1 жастан асып кеттік, әлі жүрмей жатыр. Фатима 8 айында жүріп кетіп еді, бұл бала что-то асықпайды. Мұстик, Мұстафа, Изяны. Тай деші. Тай. Я тай. Машалла деп қойыңыздар. Менің ендігі жұмысым мынау болайын деп тұр. 99 аяқ киім. Мынаның іші де толған аяқ киім. В общем, жаздық кроссовка ана жақтарда. Келе ғой балам. Мынаның ішіндегі мысалға мына кроссовкалар жаздық, осыларды коробкаға салып, мына жерде тек қыстық аяқ киімдер тұратындай реттеп жуып тазалауым керек. В общем, бүгінгі жұмыс осы. Қой, мен енді осылармен айналысайын. Сіздермен қоштасам влогымда. Сау болыңыздар.